Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа немесе бестің шайына ұсынуға болатын тіске басар дайындаймыз. Бізге керек болады лаваш. Лаваштың ұзындығы 20 см. Міне осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Тағы да бізге колбаса, сыр, кетчуп, майонез керек болады. Кетчуп пен майонезді біріктіріп аламыз. Осылай бір келіп кетіп араластырып аламыз. Енді осы лавашқа 3 шай қасықтан кетчуп пен майонезді жағып шығамыз барлық жеріне. Енді салмасын саламыз. Колбаса мен сырды. Сырды көбірек ұнатсаңыздар, сырдан көбірек. Немесе сырдың өзінен жасағыларыңыз келсе, тек өзінен жасауға да болады. Осылай орап шығамыз. Мінекей саламыз. 3 бұрыш тәріздес осылай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай орап аламыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Енді табамызға кішкене ғана май құйып, дайындап алған конвертиктерді орналастырамыз. Орташа отта екі жағын қызартып аламыз. Міне қараңыздар, сап-сары болып қызарғанын екінші жағын аударамыз. Қараңыздар, осылай сап-сары болып пісіп шығады. Жасалуы өте тез, оңай дайын болады. Таңғы асқа немесе бестің шайына, немесе тіске басар ретінде ұсынсаңыздар, өте тамаша. Не қараңыздар, оп-оңай. Неке осылай қытырлақ болып, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Неке ортасын көрсетейін. Сыры қараңыздар қалай. Дәмі енді ерекше, өте дәмді дәмі. Пиццаға ұқсас болып келеді. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.